Сәлем достар, сіздер Циклоп арнасындасыздар. Бүгін мен сіздерге арманымдағы компьютерге арналған игровой столды көрсетемін. Яғни игровой парта. Сіздердің көріп тұрғандарыңыз Acer Tron. Сырт көзден қарасаң жақсы сияқты, бірақ маған бір-екі ұнамаған жерлері бар. Бірінші, ол монитор. Бұл 3 монитордан тұрады, сондықтан рамкалары қосылған жерлері көзіңізге түсіп тұрады. Және тағы бір жайт, мен бұны минус деп айта алмаймын, бірақ бұның барлық жері көк түсте, ал маған қызыл қара түс ұнайды. Бұны игровой десе игровой екен, бұда ойын ойнауда басқа ештеңе істей алмайсыз. Мысалы, басқа адамдарға сабақ оқуда маңызды, ал бұның столы тек ойын ойнауға арналған. Тағы да бір айта кететін жайт, бұл столға отыру үшін бойыңыз тым ұзын немесе тым кішкентай болмау керек. Яғни орташа адамдарға ғана арналып жасалынған. Бұл заттың ең үлкен минусын айта кетсем, ол бағасы. Бағасын айтпай қойын, өте қымбат. Сол үшін өзімнің жай заттардан құрастырылған сетін көрсетсем болады. Осының барлық функцияларын атқарады және одан да жақсырақ болады. Бұны сатып алсақ, үйге бөлшекте кіргізуге тура келеді, ал бөлшектесе қайта құрастыру деген проблема пайда болады. Енді компьютер жайлы айтайын. Бұл компьютер ең бастысы қызыл және қара түсте жасалған. Баяғыда қазақ атамыз айтқандай, компьютердің сырт келбеті емес, ішіндегісі маңызды деген. Ал мен бұл компьютерге ең мықты заттарды қоямын. Ендігі кезекте игровой парта. Бұның ең басты таңдаған себебім, бұл қызыл қара түсті және бұған кабель менеджмент жасауға болады, шалқайтып қойып жатуға да болады. Бұның үстіне сабақ, яғни жаңағыдай сабақ оқу үшін керек. Сабақ оқымақ түгелі бұның үстіне шығып сальса билесе де болады деп ойлаймын. Егер билей алатын болсаңыздар. Игровой кресло, қазақшасы ойынға арналған стөл. Қызыл қара түсті, басқа ештеңе айта алмаймын. Және мынандай үлкен мониторды алдым. Наушник. Және мышка. Бәрінің бағасы 1 571 580 теңге. Ал енді өз столдарыңызға қараңыздар. Ал сіздермен болған Циклоп. Сау болыңыздар. Барлықтарыңызға ұзақ өмір тілеймін және каналға жазылып кетіңіздер.